Армысыздар, құрметті көрермен, ардақты оқырман, сіздермен Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті ғылыми кітапханасының ғылым жолы жобасында тағы да қауышып отырмыз. Біздің бүгінгі қонағымыз тарих ғылымдарының докторы, профессор Тұрсынхан Зәкенұлы. Қош келдіңіз, аға. Қош көрдік. Аға, өлі сіз әрі кәсіби тарихшысыз, әрі көркем оймен жазатын қаламгерсіз. Жалпы тарих ғылымына, нақтырақ айтқанда түркология саласына қалай келдіңіз? Рахмет сұрағыңа. Түркология бұл біздің жоғары оқу орнында оқып жүрген кезімізде сол Қытайда сабақ берген мықты профессор ғалымдар болды. Қахар Барат деген, Құрбан Валиди деген, Халиди емес. Сол профессорлар бізді осы түрік тарихы мен Нұрбо деген профессор болды. Сол кісі осы ойрат тарихына біраз қызықтырып кетті сабақтар арқылы. Түрік тарихының біз университетте таңдау пән ретінде көк түріктердің тарихын оқыдық. Оны өзі бірнеше кезеңге бөліп, бірінші түрік қағанаты, екінші түрік қағанаты, онан кейін ұйғыр қағанатын тарихын оқыдық. Енді Шыңжаң ұйғыр автономиялы районы болғаннан кейін ол жерде ұйғыр тарихын арнаулы өтті. Көне ұйғыр тарихын. Және Шыңжаңның тарихы. Бұл енді Орта Азия тарихының бір бөлігі ғой. Осындай үлкен іргелі пәндерден сабақ алдық. Соның әсері болды деп айтуға болады. Соның да тіпті бізге қазақ тарихы да оқытылды ол жерде. Тарих факультетінде. Бір семестр. Енді бір қызығы сол пәндерді бір-бірімен байланыстыра талқылайтын едік. Ойрат тарихын, қазақ тарихын, ұйғыр тарихын, көне түркілердің тарихын. Сондықтан бұл Шыңжаң университеті маған үлкен мектеп болды. Сол жерде іргелі білім алып шықтым десем болады. Яғни мектеп кезінен сол қызығушылық. Одан кейін Қазақстанға келгеннен кейін менің енді докторлық диссертациям осы көне түркілердің ескерткіштеріне арналды. Соның ішінде түрк ескерткіштеріндегі мына Қытай жазбалары. Өзің білесің, Күлтегін білге қалған және 9 ұйғыр білге қалған ескерткіштерінде Орхон бойындағы бірнешелеген Қытай тіліндегі мәтіндер бар. Анау негізгі мәтіннің арт жағына жазылған. Осыларды көп елдер ойлайды. Мына тұрған түркше руникалық мәтіннің аудармасы деп ойлайды. Шын мәнінде ол оның аудармасы емес, соған ұқсас мазмұндар. Қытай императорлары арнайы делегациясын жіберіп, мысалы Күлтегін қайтыс болғанда, Күлтегіннің өмірбаяны туралы, түріктер мен Таң династиясының, империясының қарым-қатынасы туралы, екі ел арасындағы бейбіт қатынасты орнатуға мұрындық болғаны үшін Күлтегіннің. Бұрын енді ұдайы соғыс болған ғой. Сол Күлтегінге бір жағы жаңағы оның істеп кеткен игі істерін мадақ, бір жағы оған деген өзінің көңіл күйі, қайғысын, аза білдіруін жазған. Осы сияқты. Енді Қытайдың өзінде түрк ескерткіштері бар, таза Қытай тілінде жазылып қалған. Өйткені кезінде шығыс түріктер Таң империясының отарына түсті ғой. Күлтегін ескерткішінде айтады ғой, 50 жыл біз Табғашқа бодан болдық деп. Сол 50 жылғы бодандықта біздің Ресей империясының боданы болып тұрғанымыз сияқты орыс тілінде жазып, орыс тілінде ойлап, орысқа қызмет етіп. Сол кезде түріктер Қытайша ойлап, Қытайша жазып, Қытайға қызмет еткен.
Оны да шығайтуымыз керек біз Иә. тарихымызда. Ол бодандық дәуірі. Иә. Бодандық дәуірі. Содан кейін барып екінші түрік қағанаты қайта құрылады ғой, тәуелсіздігін алып. Мына Күлтегіннің кезінде оның бабасы, әкесі жаңағы Құтлық Елтеріс қағанның кезінде, кіші әкесі Қапаған қағанның кезінде. Ол Тоныкөктің кезеңі дәл осы кезең. Түріктердің қайта өрлеу кезеңі. Өзінің тәуелсіздігін қайтадан алған кезең. Мінекей осы кездегі тарих жазылады. Осы ескерткіштерде. Содан бұл ескерткіштердің бір пайдасы, анау Таңшу дейді, Зызы Тунжан дейді, Қытайдың осы түріктер туралы тарихи жазбаларын толықтайтын жанама мәліметтер бұл. Деректану тұрғысынан. Анада жоқ кейбір деректерді мынадан тауып алуға болады. Ең бір құнды дерек қайсы дегенде, түріктер дейді, ғұндардың ұрпағы дейді. Бұлардың ата бабасы ғұндар деп анық жазылған. Біз осы мәселеге күмәнмен қарап келіп едік қой. Сонда бұл жерде түріктердің, ғұндардың этникалық, саяси, мәдени, рухани жалғасы екенін көре аламыз да. Сондықтан бұл ескерткіштерді зерттеудің маңызы өте жоғары. Мен осыны докторлық диссертациямда осы тақырыпта жаздым. Профессор, деректанушы Қамбар Атабаевтың марқұм жетекшілігімен. Сондықтан түркология саласының маған жақын болатын өзімнің салам екендігі осыдан. Және де мынау Күлтегін ескерткішін біздің тарихшыларымыз көп зерттеген жоқ. Тіл тұрғысынан қарады. Жалғыз-ақ Қаржаубай Сартқожаұлы тарихи тұрғыдан бір аспектілерін қарастырды. Бірақ әрбір жолдың мұнда жазылған қандай тарихи астары бар, тарихи болып өткен оқиғалармен қандай байланысы бар деген мәселені 68 жол ғой, соны жеке-жеке қарастырып, мен Күлтегін ескерткішінің тарихи деректанылық талдау деген монография жазып шықтым. Соған Күлтегін сыйлығын берді министрлік. Енді жалпы бұл көне түркі жазбалары мен Қытай деректерін жаңағы қатар қарастыру зерттеушіге қандай мүмкіндіктер береді? Яғни бұл екі дерек бірін-бірі қалай толықтырады? Өте дұрыс айтып отырсың. Жаңағы мен айтып кеткен сияқтымын. Көне түркі ескерткіштерінде көп деректер жасалынған онда. Енді осыны Қытай деректері дәлелдей ме жоқ па? Мысалы осында тұр да. Мысалы Таңшудың өзі көне Таңшу, жаңа Таңшу дейді, Зызы Тунжан дейді, Сыфу Юангуй дейді. Осы ескерткіштерде көне Қытайша, мына 24 династиялық тарихқа кіретін осы көне түрік ескерткіштерінде жазылған деректерді толық дәлелдейді. Нақтылайды, анықтайды. Орысша айтқанда подтверждает. Яғни анада айтып кетеді ғой, 9 оғыз білге қағандар, 10 оғыздар, солтүстікте байырқу, шығыста қытандар, солтүстік батыста қырғыздар, анау батыста оноқтар дегендердің барлығы Таңшуда тұр ғой. Енді соның бәрін сол анада айтылғандармен салыстыра зерттесе көп, сол дәуірдің бүкіл тарихи болмысы, келбеті, саяси тенденция сол замандағы, халықаралық жағдай геосаяси. Сол кезде де сондай үлкен саясат болған халықаралық. Өйткені империялар оянып келе жатты ғой ол кезде. Мысалы, Тибет империя ретінде көтеріліп, бүкіл шығыс Түркістанға, Орта Азияға ықпал ете бастады. Солтүстік Индияға, Афғанстанға, Пакистанға қазіргі. Мына жақтан Араб империясы күш алып келе жатты. Құтайбаның кезеңі. Құтайба Қашқарға дейін барған екен, жорық жасап. Ойлаңыз енді. Мына жақтан Таң империясы. Түріктердің өзі оларға есе бермейді. Сонда Орта Азия осы 4 империяның таласына түскен сол заманда. Бұны біз неге зерттейміз? Өйткені осы Орта Азияның өзінің сол кезде геосаясатының өзі өте тығыз таяң күйде болған. Келесі сұрақ, Күлтегін ескерткішіне жасаған деректанулық талдауымыз туралы тағы да тоқталып өтсеңіз, яғни бұл зерттеу бұрынғы еңбектерден несімен ерекшеленеді? Бұл мен жаңа айтып өттім, бұл
таза тарихи деректанулық талдау. Күлтегін ескерткішіндегі бүкіл ақпараттарға деректану тұрғысынан, тарихнама тұрғысынан жасалған талдау деп айтуға болады. Деректану деген, ол деректану осындағы айтылған әрбір дерек шынайы ма, жоқ па? Оны басқа деректер дәлелдей ме, жоқ па? Нақтылау, яғни. Иә. Мысалы, Византия деректері, одан кейін Қытай деректері, парсы деректері, осы түркілердің осындай ел болғандығын, осы деректер арқылы нақтылай аламыз ба, жоқ па? Өйткені анада айтылған сөздер өте жер жарады. Үсте көк аспан, аста қара жер жаралғанда, екеуінің арасында адам баласы жаралған, адам баласы үстінде менің ата бабам буын қағандар отырған. Ал түрк қағанатының картасын жайып қарасаңыз, шынында да онда айтылады. Біз дейді, шығыста Қыдырхан тауынан, батыста Темірқапқа дейінгі жерді бағындырдық дейді. Қыдырхан тауы қай жер? Бұл деген Дальний Восток. Қиыр шығыс, қазіргі Хинган тауы. Батысы Темірқапқа. Иран, менің Орта Азияның, Тұран мен Иранның шекарасы, Тебриз. Осы жерлерге дейінгі кеңістікті біз бағындырдық дейді. Басы барды идірдік, тізесі барды жүгіндірдік дейді. Сондықтан осындай сөздер. Сосын айтады, ол біздің бабаларымыздың кезеңінде дейді, құл құлды болды, күң күңді болды. Ол не деген сөз? Сөйтсе бұлар Иранға да сасан еттік. Тіпті Шығыс Рим империясының жеріне дейін барған ғой. Шығыста мынау шығыс моқоларға, мынау Кореяға, оңтүстікте Қытайдың территориясына дейін барған және қаншама халықтарды алып кеп құлданған. Құл істеткен көне түріктер. Жаңағы құл құлды болды, күң күңді болды деп отырған жоқ. Аз халықты көп қылдым, кедей халықты бай қылдым дейді. Енді қарасаңыз, бұл өзі үлкен мемлекеттік программа сияқты. Аз халықты көбейту керек, кедей халықты бай қылу керек. Ол бір үлкен программа ретінде көрсетілмесе де, ана сөзде тұр, текстте тұр. Демек, олардың ойында, іс әрекетінде осындай үлкен ұстаным болған. Аз халықты көбейту, кедей халықты бай қылу. Әрі соны жасаған. Иә, әрі соны жасаған. Соның барлығы жаңа деректермен дәлелденеді. Әр сөзін қарап отырмыз біз. Жақсы аға, енді жалпы сіздің негізгі зерттеу бағытыңыз осы түркология екені белгілі. Дегенмен жаңағы ғылыми ізденістеріңізде жоңғар тарихы да бар екен дейміз. Енді осы тақырыпқа да арнайы тоқталып өтсек, бұл жоңғар мемлекетінің құрылымы қандай болды? Олар жаңа тарих сахнасына қалай шықты? Сол туралы. Енді оның арғы тарихын айтсақ ұзап кететін шығармыз. Бірақ қысқаша ғана айтып өтейік. Мен бұрынғы бір сұхбаттарымда да айттым ол туралы. Жоңғарлардың арғы тек ойраттар ғой бұлар енді. Тегінде ойраттар аталды, одан кейін жоңғар аталды, кейін қалмақ аталды деп. Бұл енді халықтың негізгі этнотерриториясы, ежелгі отаны, бұл қазіргі Байқал көлінің оңтүстік батыс жағындағы, қазіргі батыс Монғолия, Саянның оңтүстігі, осы өлкелерді мекендеген халықтар бұлар. Бұлардың түрік халқына жататыны, немесе Моңғол халқына жататыны қазірге дейін талас. Бірақ енді көп ғалымдар бұлардың түріктерге жататындығын кезінде соны тұрақтандырады. Өйткені Тоқтабек дейді, жаңағы өздерінің тұрмыстық қолданыста көптеген сөздерінде, адам аттарында түркілік нышандар өте көп. Бұлар Шыңғыс ханға өз еркімен берілген. Өз еркімен берілгендіктен Шыңғыс хан бұларға төре қоймаған. Және бұлармен құдандалық қарым-қатынасын жиі жолға қойып, бұлардың жаңағы тез арада моңғолданып кетуіне үлкен
ықпал еткен. Бұларды ылғи да алдыңғы шепке қойып отырған бұл сол Шыңғыс ханның маңдай қолын бастап мынау Орта Азияға, Иранға, оңтүстік орыс далаларына соған қарай кеңеюінде үлкен үлес қосқан бұлар. Бұлар енді кейін қайтадан қайтып Қытайды бағындыруда да сол алдыда жүргендер бар. Олардың моңғол әулетіне, Шыңғыс әулетіне қосқан үлесі өте жоғары, өте үлкен. Бірақ кейін Шыңғыс әулеті әлсіреді. Мынау Юань патшалығы Қытайды билеп отырған. Бүкіл енді ол империяның астанасы сол болып қалды ғой кейін енді. Бүкіл Моңғол империясының Пекин болып қалды. Ханбалық дейді. Сонда отырған Қобылайдың ұрпақтары бара-бара мынау 17-ші ғасырға, жоқ, 14-ші ғасырдың орта кезіне келген кезде олар әлсіреп, Тоған Темір патшаның кезіне келгенде Қытайдың Мин әулеті бұларды тақтан тайдырады. Тайдырып, бұлар солтүстікке өзінің байырғы атамекеніне қарай шегінеді, моңғолдар. Шегінгенде, білесіз, олар өзі 4 тайпа. Моңғолдар. Қоршын дейді, Тумат дейді, Шақар дейді, және Қалқа дейді. Қазір Қалқа моңғол деп жүрген. Қалқа моңғол. Бұлар, мен енді мына ойраттар, бұлар өзі 4 тайпа ғой, тегі. Тегі жаңағы Дөрбіт, Өліт, сонан кейін Чорыс, тағы біреуін ұмытып қалдым ба? Дөрбіт, Қойт, Өліт, Чорыс. 4-ау. Осы 4 тайпа бұлардың арасында таққа талас басталады. Моңғол әулеті менен Ойрат әулетінің, Шыңғыс әулеті мен Тоқтабектің әулетінің арасында. Сонымен айланып келген кезде Моңғол әулеті бұларға билікті біраз уақыт береді Есентайшаның кезінде. Бірақ кейін сол билікті қайтадан қайтарып аламыз деп соғысып, бұл екі әулеттің арасында өте үлкен қиын жағдайлар орын алады. Мынадар ренжіп, батысқа көшіп кетеді. Мына ойраттар. Олар көшіп қазіргі Жоңғарияға келіп, осы жерде жаңа мемлекет құрады. Бұл мемлекет оған дейін енді жаңа Қарақұла деген алып келеді. Қарақұланың заманында ол ертерек қой енді. Мынау Ақсақ Темірмен арасында қарым-қатынас болады. Жер сұрайды, Ақсақ Темір жер бермейді. Жайы келсе осыларды қайта қуып шыққысы келеді. Сөйтіп жаңағы Ақсақ Темірдің шығысқа жорығы басталмай жатып, енді ол сөз қайтыс болып кетті ғой. Сонымен ойраттар Ақсақ Темір өлгеннен кейін Орта Азияның айбары кетті. Бұлар жаңағы Орта Азияға содан бастап дендеп кіре береді. 1465 қазақ хандығы құрылған кезде бұлар да келіп жаңағы орнығып алады ғой. Жетісуға дейін келіп қояды алды. Сонда енді қазақтар өзінің тарихи жерлерінен айырылады. Шыңғыс ханның кезінде бәрібір Алтай, Тарбағатай, мынау ненің бойы, Еренқабырға өзіміздің қазақтың жері болған ол кезде. Қазақтың ата бабалары. Біздің керейлер, наймандар, меркіттер, қоңыраттар, тағы басқа уағы бар, мына арғыны бар. Осылардың бәрі неғұрлым шығысқа қарай қоныстанған о заманда. Сол жерде отырған. Енді анадар келген кезде Қарақұланың әскері олармен соғысып, бұларға жеңіліп қалады. Соны ақырын батысқа қарай жылжып, мына жерді беріп бұлай шығады. Бер қарай. Бұны біз тарихта тым көп зерттеп жүрген жоқпыз қазір. Бұл өте зерттейтін тақырып. Шыңғыс хан менен Алтын Орданың кезіндегі аралығындағы осы Жетісудың шығыс қазақ жерінің тарихы әлі зерттелмей отыр бүгінгі таңда. Білесіз ба? Сосын кейін бар, бұлар біздің осы шығысымызда пайда болды.
Содан бастап есептесеңіз 1758-ге дейін тура 300 жыл біз осы қалмақпен сол енді соғысып бір жағы араласып бұдандалы болып қыз алып қыз беріп елдесе келіп белдесіп белдесе келіп елдесіп солай өткен екенбіз. Көрдіңіз бе? Енді соның ең аяғы Әмір Сананың күйреуіменен аяқтады. Көрдіңіз. Осындай тарих енді оны. Қазақ пен жоңғардың соғысының жалпы басталуы сол жоңғарлардың Орта Азияға дейін деп кіруіменен тікелей байланысты. Сонымен тікелей байланысты. Сол Құба қалмақ заманы дейді. Сол Құба қалмақ заманы сол заманнан басталған. Сол анау Қарақұланың кезінен басталды. Кейін бұлар алғашында келгенде бытыраңқы болды ғой. Бытыраңқы болды. Бірақ кейін бұлар етек жеңін жинады. Мынау ойраттар. Ойраттар етек жеңін жинап, бір тұтас заң қабылдады 1640 жылы Саажин Бишікті деген. Онан кейін бұлар мына Тибеттің Ламадын қабылдады. Мемлекеттің ретінде. Сол. Онан кейін тағы да ерекше бір жасалған мемлекеттілік бағытта жасаған қадамы Тотын моңғол жазуы деген жазуды бұлар енгізді ресми. Бұл кезіндегі Шыңғыс ханнан қалған жазу. Оның ар жағын Айман жазуы, оның ар жағы ұйғыр жазуы, оны жақсы білесіңдер. Енді пока тарихи деректер солай көрсетеді. Ал енді ойлаңыз. Содан кейін барып бұлар күшейді. Күшейіп Қалдан Бөшікті ханның кезіне келгенде кәдімгі қазаққа бұлар ультиматум қоятын деңгейге жетті. Тәуке хан бұған жол бермеді. Бізді бұлар неге кіргізгісі келді? Буддизмге. Тәуке ханның баласын апарып Тибетте оқытты. Анау Хайып ханыма болатыма біреуін өлен кейін апарып сол Тибетке дейді әуелі біздің мына біраз кісілер барған сол кезде. Әнет бабам да сол Тибетке барып буддизмді бір қарап қайтқан деген сөз бар енді. Нақтыланған дерек емес. Сол кезде мына Тибеттің буддизмдік бұтханалары, монастырлары біздің қазақ жерімізге дендеп кіріп салынды, 3 жерде салынды. Біреуі Өскеменнің жанындағы Аблакет, Бозанбай деп аталады. Өскеменнің қасында, Қалбатаудың етегінде, Бескөл деген жерде, Аблакет өзенінің бойында Аблакит деп салынған. Ол жоңғар қош тайжысы, Ноян. Соның салдырған бұтханасы. Енді бірі мына Доржигент деген Семейде салынған, 7 жаңағы корпус үй салынған. Соның біреу бұтхана болған, қалған монахтардың үйі болған, асханасы болған сол жерде. Анау өз жері қолайлы, және қатынас орталығы сол жерге бұтхана салған екен. Онан кейін бір бұтхананы біздің мына Қарқаралының қасында Кент Қазылық деген тау бар. Сол Кент Қазылыққа кеп бір бұтхана салған. Бұны салған Қошауыт, яғни Қош, оны қазақтар Қошауыт деп атаған, Қошыт Күнделең тайшы. Күнделең салдырған. Күнделең тайшы, Батырқұң тайшымен өзі онша жақсы емес болған. Содан сол Батырқұң тайшымен оппозицияда болған. Өйткені бұлар шыңғыс әулеттері ғой. Бұлар қияттан тарайлар жағы. Бұлар ойраттардың менсінбеген. Ол кейде араларында сондай жаңағы конфликті болып отырған. Ойратқа кірмейтін ойраттың ішінде жүрген 2 үлкен тайпа бар. Оның біреуі Қошауыттар, енді біреуі мынау Торғауыттар. Торғауыттар Керейдің тайпасы бар. Бұрын Керейлердің, Оңқанның қарамағындағы тайпалар болған, кейін келіп осы жоңғарлардың ішіне, ойраттардың ішіне сіңген. 2 тайпа сырттан келген. Сонда жалпы бұлар 6 тайпа болады. Бұлар 6 тайпа. Өте ықпалды болған. Бұлар 1640 жылы заң қабылданғаннан кейін бұлар Батырқұң тайшыға бағынбай
батысқа көшіп қазіргі Волгаға барған. Сол жерде Торғауыт мемлекетін құрған. Волга торғауыттары деген сол. Бірақ енді арасында қарым қатынас болып тұрған, қыз алып қыз беріп тұрған, бір біріне қатынап тұрған. Қазаққа ең қолайсыз жағдай сол болған. Қазақтың үстін басып Торғауыт пен ойраттар біріне бірі қатынап тұрған. Сонда бұларға да бұл қолайсыз болған. Сондықтан бұлар ортадағы қазақты өздеріне қосып алғысы келген ғой. Ортада ешқандай. Иә, оны дінін өзгерту керек болды алдымен. Сондықтан жаңағы жеріне қарай монастырлар салып буддистік. Балаларын әкетіп оқытып жаңағы буддизмді насихаттап жүрген себебі сол. Енді бұлардың жалпы жойылуы, жоңғарлардың, бұл қазақ қоғамына қандай бір тарихи мүмкіндіктер ашты? Яғни жаңағы қазақ халқының бірлігіне қаншалықты бір ықпал етті? Бұл жоңғарға қарсы соғыс жалпы біздің қазақ халқының бірлігін нығайтты деуге болады. Сонау Қарақұм құрылтайы, одан кейінгі Ордабасы құрылтайы, Бұланты, Білеутідегі шайқастар, Аңырақай шайқасы, Шаған шайқасы, мынау Шорға шайқасы, одан кейінгі Ойрантөбе шайқасы, Жетісудағы шайқастар, Жетісуды жаудан тазарту жолындағы шайқастар. Осылардың барлығы қазақ халқының бірлігін нығайтты. Кейін жоңғарлар тоз болып кеткеннен кейін мына Мәншіңнің империясы өзінің шеңгелін салғаннан кейін де Жоңғарияға ендігі жерде олар осы жоңғарлардың өзін пайдалана отырып қазақ жеріне қайтадан сұғынып бұрынғы жоңғарлар бұрын тұрған жерлерді өзіне қосып алғысы келген жағдай болды. Яғни Жетісуды, сонан кейін мынау Балқаштың солтүстігі, мынау қазіргі менің шығыс жағы Өскеменнің қайтып Шымкентке дейінгі жерлерді олар біздің жеріміз еді деп даулайтын себебі кезінде бұл жерде жоңғарлар отырды ғой. Енді сол жерлерге қайтадан тап беріп, сол жоңғарларды осы жерге қарай айдап, сол жерлерде мысалы атақты Сарбел шайқасы деген шайқас болған. 1758 жыл болу керек, ұмытпасам, сол шайқаста бүкіл қазақтың 300-і енді мына шегінетін жеріміз жоқ. Сондықтан біз мына өлсек те тірілсек те жерімізді алып қалуымыз керек деп бүкіл қазақтың 300-інің батырлары келіп шайқасқан Сарбел деген жерде. Сарбелде енді біреулер мынау Қастек асуы жақ дейді, енді біреулер айтады жоқ ол жақ емес, мынау Талдықорған жақ, солтүстік жағында Сарбел деген жер бар ғой тағы да. Сол жақ болуы мүмкін деп айтады. Осы жерде үлкен соғыс болып қазақтар жеңіп шыққан. Осы шайқастардың барлығы біздің қазақ халқының бірлігін нығайтты сол кезде. Ұлт ретінде, мемлекет ретінде нығайтты халқымызды. Және біз енді тіл жағынан, дәстүр жағынан, бұрынғы ата дәстүр заңымыз жағынан болмасын, қай жағынан да сонша тығыз біріктік біз. Оны енді айтсақ әңгіме көп, бірақ бұл жерде біз соны көре білуіміз керек. Тағы бір жағы, оның жоңғарлардың жойылуының екінші бір тиімсіз жағы болды. Ол қандай десеңіз, біз шекарамыз жалаңаштанып қалды, жоңғарлар жойылды ұлт ретінде, бірақ оны қырып тастады. Мәншің империясы Ежен хан келді де қырып тастады. Сонымен біз Мәншің империясымен тікелей шекаралас елге айналып қалдық. Бұрын біз ойратпен еді ғой шекарамыз. Енді бұрын ойратпен шекарамыз енді тікелей Мәншің империясымен шекара болып қалды. Көрдіңіз бе? Бірақ Мәншіңнен қазақтар қорыққан жоқ. Мәншіңменен белсенді дипломатиялық қарым-қатынас жасады. Қайта елші жіберіп, олармен сөйлесіп, тіпті жер сұрап, Тарбағатай, Алтай бұл жақ біздің жеріміз еді, өзімізге ұлы мәртебелі император рақым жасап бізге, өзімізге қайтарып берсеңіз деген хаттар жазған, мәктуб жазған. Сонда олар көп ойланған. Жоқ, бұл жерлер енді біз өзіміз алдық қой, енді бұл өзіміздің жеріміз, бұл жерге сендер
еңбек көрсеткен жоқсыңдар дейді. Еңбек көрсетпедіңдер десе, сендер бұл жерден жоңғарларды тазалаған жоқсыңдар кезінде. Сондықтан бұл жерлерді біз тазаладық жоңғардан деген сөз ғой. Сонда үлгермей қалған қазақтар сонша тездікпенен жоңғарды қарсы соғысты белсенді жүргізген 1750-1755 жылдарда қазақтар өте тездікпенен қазіргі мына шығыс Қазақстанды, мынау Балқаштың шығысы Жетісуды, Іле бойын, осы жерлерді қазақтан, жоңғардан тез арада тазартқан. Тез, өте тездікпен. Әйтпесе 1756 жылы Мәншин келген кезде жоңғарлар әлі сол жерде отырса, онда анау Мәншин империясы сол жерге дейін орнығып алушы еді. Бұл біздің жеріміз. Бұл жерді сендер тазалаған жоқсыңдар, еңбек сіңірген жоқсыңдар деп сол жерлерді де бермей қоюшы еді. Қайта біздікі сол кезде қазақтың өз күш қуатының жеткені де сол болды. Ана жерге дейін, қазіргі мемлекеттік шекараға дейін біз жоңғарды тықсырып, ары қарай айдап, сол жерге дейін ұстап тұрғанбыз біз. Жоңғар келген кезде біздің мынау Абылай хан бастап барлығы шекарада жоңғар қақпасында тұрған. Ахмет аға, келесі сұрақ енді жаңа моңғолдарды, біз қалқа моңғол деген жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз ғой. Моңғолдарды 3 топқа бөлген, иә? Қалқа моңғол, өбір моңғол және де енді біреуі батыс моңғол. Енді бұл жердегі жаңа қалқа моңғол деп моңғолдардағы, Моңғолиядағы моңғолдарды айтса, өбір моңғол деп Қытайдағы моңғолдарды айтады, қателеспесем. Ал бұл жердегі енді батыс моңғол деген бұл кімдерді атаған? Неге бұлар 3 топқа бөлінген? 3 топ болғанда мен бағана айтқанда біздің осы орта ғасыр тарихынан алып қарағанда 15 ғасыр кезінде бұл айқындалып қойған нәрсе. Ойраттар Тоған Тайшының кезінде, Есентайшаның кезінде моңғол ойратқа ортақ хан ойраттан шығады. Шыңғыстың әулетінен емес. Есентайша ойрат өзі. Бүкіл моңғол ойратқа хан болады. Хан болып 1449 жылы жаңағы Қытайдың өзін жеңеді. Қытайдың императорын пленге алады. Қытайдың императоры бір жыл моңғолдардың киіз үйінде қыстап шығады. Пленге ұстап отырады. Сонда Мин патшалығының 500 мың адамдық қолын 50 мың қолмен жеңген. Ойраттар қиын ба? Қиын. Сондай үлкен күш еді олар. Өте жауынгер халық еді. Содан енді кейін билікті бұлар бізге бермей қоя ма деп моңғол әулеті ойраттар. Сонымен ойраттарға қарсы шығады. Қарсы шығып, ойраттармен моңғол әулетінің, Шыңғыс әулетінің арасында кішкене не пайда болып, жаңағы жараспастық пайда болып, сонымен ойраттар жетеді енді. Сонау ата бабаң Шыңғыс ханнан бері сендерге аз қызмет еткен жоқпыз. Енді өздерің күндеріңді өздерің көріңдер деп, бүкіл ойрат, 4 ойрат батысқа кетіп қалады. Ал енді неде? Қытайдың солтүстігінде 4 моңғол қалады. Бұлар жаңа солтүстіктегі қалқа, оңтүстікте Хоршын, Тумат, тағы Чақар деген. Бұлар моңғолдар өз үлкен 4 тайпа. Үлкен 4 бөлік. Көрдіңіз бе? Енді олар неге бір-бірінен бөлініп кетті? Өйткені бірінші географиялық факторды да біз ескеруіміз керек. Осы солтүстік моңғолдар мен оңтүстік моңғолдардың, яғни Чахар моңғол мен Қалқа моңғол мен Өвір моңғолдың арасында үлкен кеңістік жатыр. Бұл шөл дала. Шөл дала. Бұл кезіндегі ғұндарда да сондай болған. Солтүстік ғұндар, оңтүстік ғұндар деген. Түріктерде де сондай болған, түрік қағанаты кезінде де. Солтүстіктегі орта үлкен шөл дала. Ол шөлден өту үшін оңай емес. Ол мына Жоңғария құмы сияқты үлкен құм. Сол құмнан өтіп солтүстікке бару керек, не оңтүстікке келу керек. Ал енді екеуі екі жайлау иелеп отыр, бірақ ортасы құм. Сондықтан бұл жерде табиғи түрде географиялық фактор әсер етті олардың бөлінуіне. Яғни қалқалар солтүстікте, қазіргі моңғол даласында, Моңғолияда. Жаңағы үшеуі Хоршындар, Шақарлар, сонымен Думаттар, олар оңтүстікте болды. Көрдіңіз бе? Сонымен сол Советі бұлар кейін бөлініп қалған ғой. Бөлініп қалған. Мынау
манжулар бас көтереді. 1624 жылдарда монғолдарды келіп, бұлар жаңағы 3 монғолды бағындыруға кіріседі. Манжулар. Манжулардың ата бабасын білесің, бұрынғы шүршіттер ғой. Бұрынғы шүршіттер кезінде Шыңғысхан бұларды әкесін танытып жеңді ғой. Тарихты білесің. Жаңағы Ұлы Қорғаннан өтіп барып. Сонда Линдан деген бір ханы болған екен, шаһарлардың, шаһар монғолдардың, жаңағы 3 монғолдың, оңтүстіктегі 3 монғолдың ішіндегі жетекші тайпасы ғой енді. Шаһар монғолдың көсемі Линдан деген айтқан екен. Ой, бұл Мәнжу деген кім бұл? Кезінде менің ата бабам Шыңғысхан бұларды қалпақпен ұрып алған. Бұларды мен де сөйтем, менің де қолымнан келеді. Бұларға мен бағынбаймын деп манжулармен соғысқан. Соғысып ақыры бұл жеңіліп шаһар монғол, жаңағы Линдан хан жеңіліп батысқа қашады. Бұл қашып мына неге келеді? Көкнұрға келеді. Көкнұр деген мынау Тибеттің етегіндегі бір жатқан аймақ. Бұл жерге мына ойраттар да барып тұрған, ойраттың да бір ханы сол жерде болған, Көши хан деген. Сол жерде жаңағы қашып солай қарай кетеді, біраз шаһарды алып кетеді, бірақ ермеген көп шаһар қалып қалады. Сонымен бұлар Манжу империясының қоласына түседі. Жаңағы 3 монғол, өр монғол болды. Содан кейін олар біртіндеп солтүстік монғолды иелеп алады, Манжу империясы. Бірақ кейін Манжу империясы құлаған кезде 1911 жылы Халқа монғол тәуелсіздігін жариялап кетеді. Халқа монғол қазіргі Монғолия. 1912 жылы Халқа монғол өзінің тәуелсіздігін жариялап кетеді. Манжу империясының тырнағынан шығып кеткен бірден бір этнос, халық осы халқалар келеді. Қалған өвір монғолдың, Тибеттің де, Шығыс Түркістанның да Манжудың қоласында қалып қалды. Манжудың қоласында емес, Қытайдың кейінгі. Кейінгі Қытайдың Қытай мемлекеті демократиялық Чунхуа Мингуа, Чунхуа Қытайы, қазіргі Қытай емес, Чанкайшидің кезіндегі Цуньяцзиннің құрған Чунхуа мемлекеті өзін Манчин империясының мұрагері ретінде жариялап жүрді. Олар емес, Манчин империясының ішінен өсіп өнген, солардың ішінен шыққан бюрократ, ірі ақсүйектер Қытайдың. Солар енді ана Манжулар құлап кеткен кезде ана мемлекетті, жаңа құрылған мемлекетті бұрынғы империяның мұрагері жариялап жіберді. Содан барып бұлар Манчин империясының жеріне ие болып қалды. Түсінесіз ба? Әйтпесе Суньяцзиннің негізгі ойы оңтүстікте Нанкинді астана еткен Қытай мемлекетін ғана құру еді. Ол басқа ұлттардың барлығын мағыстырып шығарып, тек Қытай мемлекетін ғана құрамын деген өте ұлтшыл адам болған, националист болған. Бірақ кейін оған басқалар айтты, сен үйтпе, сен үйтсең мына ненің кезіндегі Манчин империясының жерінен айырылып қаламыз біз. Басқа ұлттарды жамандама. Қытайға не деме. Оған Тибетті қосып айт. Мұсылмандарды айт батыстағы. Мынау Шыңжаңдағы қазіргі. Оған қосып Монғолды айт, Манжуды да айт. Осындай 5 ұлтты сен қосып айтпасаң, сен ол жерден айырыласың кейін. Сондықтан Чунхуа ұлты деген ұғымды кіргізуің керексің сен. Тек Ханзу ұлты деп емес. Чунхуа ұлтының аясына жаңағы 5 ұлтты қосасың. Иә. Сонда сен мына мемлекетті ұстап тұра аласың. Сөйтіп, қазіргі Қытай бұрынғы Манчин империясының мұрагері ретінде тарихта қалды солай. Соның ішінен өзінің тәуелсіздігін жариялап шығып кеткен Монғолия ғана болды. Монғолияға әрине кезіндегі Ресей империясы қолдау көрсетті. Ресей империясы күйреп бара жатқан кезде ақ гвардияшылар өте үлкен, ақ гвардияшылар, олар көмек көрсетті Монғолияның тәуелсіз болып қалуына. Мысалы Унгерн Штренберг сияқты неміс офицерлері Шыңғыс империясын қайта құрам деді ғой Монғолияда. Жапониядан қару алып, Унгерн Штренбергтер енді ол Монғолияның өзінің ұлт қаһарманы сияқты болып қалды ғой. Сол күресті ғой. Бірақ кейінгі кеңестік
мына Совет одағы, оның да Монғолия саясаты бұрынғы Ресейдің саясатымен бірдей болды. Олар да Монғолияның тәуелсіз болып қалуын қалады және оған барынша қолдап, Монғолияны Қытайға қоспай, оны неше рет сұрады, бермей ұстап отырды. Сонымен Монғолия өзінің тәуелсіздігін толық қалыптастыра алды. Бұл тікелей Ресейдің көмегімен, қолдауымен Монғолия аман қалды десек болады. Қысақ енді өзіңіздің мына көкбөрілердің көз жасап романыңызда олар Ертүріктің көне қонысында елдікке жеткен 9 оғыз бен 8 оғыз бауырлар еді деген жолдар бар. Осындағы жаңа Керей мен Найманның 9 оғыз бен 8 оғыз аталу себебі. Осы жағын мына Қаржекең марқұм, менің енді бір жағы ағам, бір жағы ұстазым көп зерттеді осы кісі. Мынау ол кісінің «Объединенный қағанат Тюрков» деген монографиясы бар. Көне ұйғыр қағанатына арналған. Осы монографияда да осы мәселені негізін қараңдатып, ғылыми негізін дәлелдейді. Кейінгі еңбектерінде де бар. Жалпы Орхон ұйғыр мемлекеті, оны біріккен түрік қағанат деп атасақ та болады, үшінші түрік қағанат деп атасақ та болады. Ұйғыр қағанат деген сөзден біз қашпауымыз керек. Ұйғыр деген сөз ол бір этностың аты емес, ол мемлекеттің аты. Біріккен деген сөз. Біріккен деген сөз. Сондықтан ол мынау бүгінгі ұйғыр екен деп, ол әрине бүкіл түрік халықтарының онымен байланысымыз бар бәріміздің. Тек қана мынау ұйғыр мен ұйғырдың мемлекеті бүгінгі деп қарауымызға болмайды. Ол біздің ортақ мемлекетіміз болған кезінде барлығымыз содан шыққанбыз, оғыздар мен мынау қыпшақтар. Біз енді екі үлкен топқа бөлінеміз ғой. Оғыз, қыпшақ тіл жүйесі. Сол бәріміздің шыққан жеріміз сол. Соның ішінде мынау Орхон ұйғыр мемлекеті 840 жылы талқандалғаннан кейін, соның тағанында қалып қалғандар осы 8 оғыздар мен 9 оғыздар. Осыдан кейін Найман мен Керей екі мемлекет пайда болды ол жұртта. 8 оғыздар Наймандар батыс жағы, Орхонның кімдер 9 оғыздар Керейлер болып, Керулен сол жағын Керейлер иелеп тұрды. Бұл ешқандай ол дәлелдеуді қажет етпейтін нәрсе. Сол жұртта олар өсіп өніп мемлекет құрды. Шыңғысханға дейін олар бір мемлекет болды. Ал Шыңғысханның кезінде барып олар сол мемлекеттілігінен айырылды. Бұл деген көпе көрініп тұрған нәрсе. Әрине енді тарихи деректер ол туралы жоқ деп айтуға болмайды. Ляо патшалығының тарихын қарасаңыз, соның ішінде мына Зубу деген солтүстіктегі халықтарды, вообще барлығын Зубу деп атаған. Зубулар Ляо патшалығына қарап тұрған. Кезінде Ляолар күшейді ғой енді, қытандар. Қытандар күшейгенде, қытан мемлекеті, түрік қағана таң мемлекеті құлаған кезден қытан мемлекеті пайда болады. Таң мемлекеті 907 жылы құлады. Сол кезде оның жазба шежіресі тоқтады. Олар сол кезге дейін түріктер туралы жазып келген. Ал енді одан кейін не болды? Одан кейін Ляо патшалығының жазба тарихынан біз оны іздейміз. Ляо патшалығының. Ляо патшалығының жазба тарихында қарап отырсақ, түрік деген сөздер кездеседі. Бірақ соның ішінде әсіресе көп айтылатыны Зубулар. Зубулар бұл кейін Ляо патшалығының қол астында болған. Ляо империя болған кәдімгідей. Солтүстікке дейін кеңейіп бұлар қазіргі Орхон бойына дейін барып, сол жерде де өзінің қол астында ұстап отырған. Кейін Ляо патшасы Джиндер тарапынан жойылған кезде олар неге солтүстікке көшті? Өйткені өзінің қол астындағы халықтар өзімен жақын етене халықтар болды да, Найман Керейлердің жеріне келіп қоныстанып тұрып, мына жерлердің сендер өздерің отырыңдар. Біз басқа жерден жер іздейік деп, бұлар солтүстік батысқа қарай жүріп, бұлардың негізгі мақсат ойлап барған жері Енисей бойы болған. Қырғыздардың жері. Қырғыздардың жерінде төбесінен түсіп, кәне сол жерді мекендеп отырмақшы болғанда бұлар. Өте жақсы жерлер ғой ол. Бірақ қырғыздар олардың алдынан шығып, бұларды жолатпаған.
Сонымен бұлар қайта оңтүстікке бұрылып келіп, сығылып, Қараханитер мемлекетінің шығыс жағынан қазіргі Тарбағатайдың күнгейінен, Еміл бойынан өздерінің орда кентін құрып, сол жерде отырады бұлар. Кейін Қараханитер мемлекеті әлсіреген кезде бұлар орайдан пайдаланып, жаңағы екі хан бір-бірімен ағайынды, бір-бірімен шығыспай төбелескенде бұлардан көмек сұрайды ғой. Анау өзі күйрегел тұрған мемлекетке мынадар барады да ие бола алады. Сөйтіп, Ляу патшалығының, Ляу мемлекетінің, яғни Қытан мемлекетінің астанасы Қарабаласағұн болып кетеді. Көрдің ба? Бұл Ляу деген, бұл Қытай емес. Бұл Қытай емес. Бұл кезіндегі Донқулардың ұрпақтары, шығыс қулардың. Бұлардың тегі Моңғол Мәнжу текті халық. Түріктерден сәл айырмашылығы бар. Бізден более моңғолдарға, манжуларға жақын. Солар сол жақтан келіп, батысқа қарай көшіп, бүгінгі Орта Азияға келеді. Бұлар қытандар. Қара қытандар. Бұны Қытай демеуіміз керек. Біз Қытай десек, ол бүгінгі елдер бүгінгі Қытаймен шатыстырады да, Қытайлар бұл жерге келген екен ғой, хандық құрған екен ғой деген ұғым. Біз әлі сөйтіп ойлап жүрміз. Бұл қата. Қысақ енді, жалпы сіз енді Қытай ғалымдарының еңбектерін жаңа қазақ тіліне аударып жүрсіз. Жаңағы Субэйхайдың 5 томдық еңбегін аударып шықтыңыз. Енді бұл еңбектердің жалпы түркология ғылымындағы қазақ оқырман үшін жалпы маңызы қандай? Рахмет осы сұрағыңа. Бұл Субэйхай санаулы қазақ тарихын арнайы зерттеген ғалымдардың біреуі. Орта Азия тарихын, қазақ даласындағы жартас суреттерді, мынау Күшән мәдениетін, бұрынғы осы оңтүстік Шыңжаңдағы, Шығыс Түркістанның оңтүстігіндегі осындай ғалым бұл кісінің осы екі үлкен еңбегі бар. Біреуі қазақ мәдениетінің тарихы, біреуі қазақтың жалпы тарихы деген. Қазақ мәдениетінің тарихы Қытайда шыққан, Қытай тілінде. Онан кейін оны мен аудардым Қазақстанға келгенде. Мен осы көшіп келгенде бірінші аударғаным сол болды. Өйткені осындағы ғалымдар айтты, осы кісінің кітабында не айтылды екен көрейік, осыны аударып шықсаң деп, дүниежүзі қазақтар қауымдастығы маған тапсырма берді. Қалдыбек Найманбаев. Содан мен осы кітапты аударып шықтым толық. Бұдан кейін енді осы кітап шыққаннан кейін Субэйхай мырза өзі келіп 1998 жылы тарих жылы, халық бірлігі жылы деген бір жыл болды. Сол жылы өзі келді. Келгенде біздің Қазақстан ғылым академиясы бұл кісіге шапан жауып, медаль тағып құрметтеді сол еңбек үшін. Және сол кезде бұл кісі маған қазақтың жалпы тарихы деген кітабын алып кетті. Қытайда жарық көргелі тұрған жерден, сигнальный нұсқасы дайын болып тұрған жерден тоқтатып қойған екен. Болмайды деп. Неге? Өйткені қазақ деген Қытай жөнінен алғанда бір шағын ұлт. Ұйғырдың да мұндай тарихы шыққан жоқ, 4 томдық. Қойыңдар мынаны, шығармаңдар, тұра тұрыңдар. Оған мұндай маңыз беруге болмайды қазақтың тарихына деп тоқтап қойған. Сонымен мен ол кітапты туралы бір мақалалар жаздым. Егемен Қазақстанға шықты. Егемен Қазақстанға шыққаннан кейін біздің президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы ол кезде сыртқы істер министрі мақаланы оқып мен шақырды. Шақырып кел деп мен ол кісіге бардым. Екеуміз отырып көп әңгімелестік. Осыны шығарсаң сен деді маған. Аударып шығар. Түбі бір қайырымың болар. Мен де көмектесермін саған. Сен осыны аударшы деді. Ол кезде енді дәл сол кезде бірден ол жұмысты қолға алғанмен де арасында үзіліп қаржылай қиындықтар болды деген сияқты. Кейін бір жобаға кіргізіп мен бұны шығардым. 4 том. 4 том шығарғаннан кейін бұл Қасым Жомарт Кемелұлы қайта звондап маған. Жаңағы қуанып ол кезде бұл кісі президент болған кез. Сонымен сол кітап ол кісіге жетті. Мені өзімді Ақордада қабылдады, марапаттады. Енді Құдайға шүкір.
Бұл 4 томға мен бүкіл күш қуатымды сарқа жұмсадым. Мына шаштың бәрі біраз сол кезде ағарды. Шашым қап-қара еді. Анау оңай емес. Иә, әрине. Анау бүкіл Қытай деректерімен зерттеген. Бұл кітапты Субихай мырза өткен ғасырдың 80 жылдардың аяғында жазып бітірген ғой. 80 жылдарда зерттеп тастаған кітап. Жазып тастаған кітабы. Қалай дегенмен де қазақ тарихы туралы Қытай ғалымдарының концептуалды көзқарасы бұда қамтылған. Бұл қазақ тарихына қазақи концепциямен қарады деп емес, бұны қытайлық концепциямен қаралған деп қарауымыз керек бұны. Өйткені енді кейбір тұстарында біз оған қосылмайтын, біз келіспейтін тұстар бар, әрине. Тарихнамалық тұрғыдан біз оны көре беруіміз керек. Өте сақ болатын нәрсе. Қытай ғалымдарының жазған нәрсесіне біз тарихнамалық тұрғыдан өте сақ қарауымыз керек. Тарихнама деген ғылым бар. Ол неге керек? Осы үшін керек. Бірі ол тарихтың ғылымилық аспектілерін қарастырады, екінші тарихтың саяси аспектілерін қарастырады. Тарихнама деген. Тарихнама концепция дейді, ұстаным. Мінекей. Бұл әр ұлттың, әр мемлекеттің тарихына осындай ұстаным керек. Сондықтан біз сол ұстаныммен қараған кезде оның кемшіліктері бар, әрине. Бірақ қазақ тарихын арыға апарған, қазақ халқын құраған этностарды арғы жағынан зерттейтін тұстары бар, жақсы. Онысын да көре беруіміз керек. Мен ана кітап шығарған кезде осыны тарихнамалық тұрғыдан, деректану тұрғыдан зерделей отырып, оның кейбір тұстарына түсініктемелер жазып отырып шығардым мен. Тарихнамалық, деректану тұрғыдан сараптап отырып шығардым мен. Жай аудара салған жоқпын. Көрдіңіз бе? Сондықтан бұл 4 том болып шықты. Бірақ енді тираж көп болған жоқ, ол жоба аясында шықты. Сонда да ірі кітапханаларға, ғылыми мекемелерге берілді. Жақсы аға, құттықтаймыз тағы да, еңбегіңіз жаңа. Жақсы аға, енді келесі сұрақ, жалпы қазір сіз өзіңіз осы Еуразия ұлттық университетінің шығыстану кафедрасында қызмет атқарасыз. Енді жалпы осы өзіңіздің қызмет етіп жатқан кафедраңыз туралы, жалпы ондағы шығыстануға қаншалықты оқу құралдары жағынан болсын, тиімділік немесе жаңағы студенттерге қолжетімділік, жалпы сол кафедра туралы. Мамандық туралы деңізші. Дұрыс айтасың, өте жақсы сұрақ. Біздің шығыстану кафедрасы осы Еуразия университеті құрыласа да құрылған. Сейіт Қасқабасов ағамыз кезінде құрған бұны. Содан міне қазірге дейін осы Астанамен құрдас десек болады. Бұл жерде қазір бізде шығыстану болғанмен, бұның ішінде Қытай бағытында, арабтану бағытында, Корей тану, Жапон тану бағытында студенттер білім алады. Студенттер, магистранттар. Енді бұл мамандық өзі шығыс елдерін зерттеуге, соны ары қарай еліміздің осы тәуелсіз еліміздің осы елдермен болған қарым-қатынасын жақсы жолға қою бағытындағы мамандар дайындауға арналған үлкен бір қажетті сала. Сондықтан бізде қазір осы мамандықты ары қарай дамытуға үлкен ойлар бар. Болашақта осы ауқымын кеңейту үшін біз осы моңғол тануды да осыған қоссақ па деп жүрміз. Өйткені моңғол тану бізге өте қажетті. Моңғол тану классикалық шығыстанудың өте үлкен бір бөлігі. Және осы моңғол тану арқылы біздің халықаралық қарым-қатынасымыз, ауқымымызда кеңейеді, Алла жеткізсе, біздің достарымыз көбейеді. Өйткені осы саламен айналысатын дүние жүзінде көптеген институттар, үлкен университеттер бар. Біз солармен байланыса отырып, қазақ халқының да осы түркі-моңғол кеңістігінде өмір сүрген, осындай бір тығыз байланысты халық, далалық халық екенімізді, Шыңғыс ханның ұрпағының, бізде мына ылғи Жошыны айтамыз, Алтын Орданы айтамыз. Біз осыны ана Моңғолиядан алып қашып өзіміз зерттеп жүрген сияқтымыз. Шыңғыс ханды да біз алып қашып өзіміз қазақ қылып жүрміз, қазір.
бұл дұрыс емес. Біз бірге бірігіп қарастыруымыз керек. Шыңғыс хан енді ортақ бабамыз десек түгіміз кетпейді, олардың да ештеңкесі кетпейді. Ортақ бабамыз, оның ұрпағы бізді кешеге дейін билеп келді ғой. Солай ма? Солай. Біздің мемлекеттілігіміз сол Шыңғыс әулеті төрелердің ашығын айтқанда, солардың арқасында біз кешеге дейін ел болдық. Кеше Кенесарыға дейін біздің қазақ хандығы өмір сүріп келді. Сондықтан оны зерттеу біздің қазақ мемлекеттілігін зерттеу деген сөз. Оны зерттеу біздің қазақтың этно-мәдени кеңістігін кеңейту, халықаралық қарым-қатынасын кеңейту, біздің болашақ туризм болсын, тағы басқа салаларға үлкен жол ашу деп қарауымыз керек. Түсіндіңіз ба? Сондықтан бұл мамандық өте керек бізге. Өте керек. Соны енді ойымыз бар, осы ойымыз іске асса екен деп жүрміз. Ал енді оқулықтар жағында бізде көптеген оқулықтар жазылып жатыр. Осы кітапханада да оқулықтар бар. Өзіміз жазған, мысалы менің де Қытайдың тарихы туралы 2 том кітабым бар сіздерде. Осы Еуразия университетінің кітапханасында Қытайдың ерте орта ғасыр тарихы, екіншісі жаңа қазіргі заман тарихы деген. Тағы да Қытай әдебиетіне байланысты оқулықтарым бар. Біздің арабтанушы мамандардың жазған, жапон танушы ғалымдарымыздың жазған тіл, елтануға байланысты оқулықтары сіздерде тұр. Бұл енді болашақта одан ары қарай жетіле береді, көбейе береді деп ойлаймын. Рахмет аға. Берсін. Енді жалпы соңғы бір сұрақ болсын. Енді қазір қандай кітап жазып жатырсыз, немесе алдағы шығармашылық ғылыми жоспарларыңызбен бөліссеңіз? Осы жазып жатқан нәрселеріміз бар ғой енді. Оны енді шықпай жатып бірдеңке деуді өзім жақсы көрмеймін. Өйткені Құдай біледі, ол үлгіресің бе, үлгірмейсің бе. Құдай деген адамбыз. Сондықтан оның бәрін Құдай біледі. Жазып жатқан нәрсем бар. Ойға алған нәрселер де бар. Бұйырса енді алдағы жерде жарыққа шыққанда тағы тұсаукесерін жасап көрсетеміз халыққа. Әрине. Рахмет аға, онда бізге сөзімізді жерге тастамай осында ғылыми кітапханаға Еуразия ұлттық университетінің келіп сұхбаттасып жатқаныңызға алғыс білдіреміз. Қаламыңыз ұштала берсін. Сізге тек қана жақсылық, сәттілік тілейміз. Рахмет өзіңе де бауырым. Жақсы, шақырғандарыңа көп рахмет.